Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шыршаға іліп қоятын пряничный домик тоқитын боламын. Ол үшін бізге жіп, менде екі түсті жіп, біреу кирпичный, біреу кремовый. Метражы 100 грамм 175 метрге, құрамы 100% акрил. Және де ілмек 4-ші номерлі және 3-ші номерлі қайшы ине қажет. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлығы түсінікті болса, ендеше бастайық. Алдымен 10 воздушный петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Бір воздушный петля для подъема. Екінші петляға столбик без накида тоқимыз. Мінекей бір столбик без накида тоқыдық. Осылай рядтың соңына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Және де осындай рядтың 8-ін тоқуымыз керек. Бірінші столбик без накида тоқыдық, екіншісін тоқимыз. Екеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. 10 столбик без накида тоқыдым. Бір воздушный петля тоқим для подъема. Сосын екінші ряд тоқуымызды айналдырамыз теріс. И екінші рядты тоқуды бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Мінекей, мен екінші рядты тоқып біттім. Енді дәл осылай тағы 2 ряд тоқыдым, 6 ряд тоқитын болам. Общий 8 ряд болу керек. Мен 8-ші рядымда тоқып болдым. Енді бір воздушный петля тоқимын. Сосын тоқыған затымды теріс айналдырамын. Енді келесі рядтан бастап 2 шетінен қысқартып тоқып бастаймыз. Ол үшін шеткі 2 петляны біреу қылып тоқимыз. Қысқартып тоқимыз. Мінекей, бірінші петляға крючогымызды саламыз, жіпті тартып шығарамыз. Екінші петляға крючогымызды саламыз, жіпті тартып шығарамыз. Және де осы 3 жіптен негізгі жіпті іліп алып, тартып алып шығамыз. Міне осылайша қысқартамыз. Енді әрі қарай ең соңғы 2 петляға дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мінекей соңғы 2 петля қалды. Бұл 2 петляны да қысқартамыз. Біріншісінен жіпті іліп алып шықтық. Екінші петлядан жіпті іліп алып шығамыз. Және осы 3 петлядан негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Не осылайша қысқартамыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Теріс айналдырамыз. Енді келесі рядта өзгеріссіз 8 столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. 8 столбик без накида тоқыдық. Енді бір воздушный петля тоқимыз. Теріс айналдырамыз. Енді екі жағынан 2 петляны қысқартамыз. Мінекей бірінші петлядан жіпті шығардық. Екінші петлядан жіпті шығардық. Және 3 петлядан жіпті алып шығарамыз. Осылайша қысқарттық.
столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 2 петля қалды. Bir петлядан жіпті шығарамыз. Екіншісінен барлығын бірге қосып тоқимыз. Мінекей. Bir воздушный петля тоқимыз. Теріс айналдырамыз. Қайтадан екі жағынан қысқартамыз. 1, 2. Барлығын бірге тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Және соңғы екі петляны бірге. 1, 2. Қосып тоқимыз. Bir воздушный петля жасаймыз. Теріс айналдырамыз. Және де екі петляны қосып тоқимыз. 1, 2. Тағы да екі петляны қосып тоқимыз. 1, 2. Bir воздушный петля, теріс айналдырамыз. Және де соңғы екі петляны бірге қосып тоқимыз. 1, 2. Жіпті тартып шығарамыз. Тағы да тартып шығарамыз. Мінекей осылайша осындай домик шығады. Артық жіпті қырқып тастаймыз. Мінекей осылай. Мінекей мен тоқып болдым домикті. Дәл осындай қылып, тағы екінші домик тоқимыз. Енді осы домигіміздің есігін тоқимыз. Ол үшін ақ жібімізді аламыз. Және крючогымызды, 3 номерлі крючокты аламыз. 4 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 2 воздушный петля для подъема. 1, 2. Накид жасаймыз. 3 петляға столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Келесі петляға тағы столбик с накидом. 2. 3. Енді соңғы 4 петляға 5 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 тоқыдық. Мәжіп тартамыз. Тартып, сразу тығып қоямыз. Ортасына осылай. Накид. Келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. 3. Мінекей есігімізді тоқып болдық. Міне осылайша жалғап қоямыз. Соңында кішкене жіп қалдырамыз тігуге. Жіпті тартып шығарамыз. Және де инеден өткізіп домикке тігеміз. Есікті осылай шетіне тігеміз, өйткені қасына терезе тігеміз мына жерге.
терезеге орын қалдырамыз. Шетіне былай мына жерін ақ жіппен әлі тоқып шығамыз. Сол үшін мынандай бір петляда қалдырамыз тоқуға. И артына жіпті саламыз артқы петляға. Осылайша жіпті өткіземіз. Мына тесіктерге салып тігіп шығамыз. Шеткі. Міне мынау көрініп тұрған шығар. Екінші петляға салам жіпті. Ар жағынан өткізем. Осылайша өткіздім. Мінекей. Енді артында келесі петляға салам. И мына үстіңгі петлядан шығарам. Осылайша айналдырып тоқып шығамыз шетін. Мінекей тігіп болдым. Енді шеті ғана қалды. Шетінен былайынан жіпті ар жағына салып осылай жіпті өткізем. Мінекей болдым тігіп. Артық жіпті қырқып тастаймын. Енді есігін тоқыдық. Терезесін қасына терезе тігеміз. Оны да ақ жіптен тігеміз. Екі қабаттаймыз жіпті. Қабаттап шетін түйеміз. Енді тереземізді қасына тігуіміз керек. Осылайша размер примерно жерден басталса. Әуелі жіптің артынан өткізіп аламыз. Шығып кетпес үшін. Осылайша. Енді жіпті мына жерден шығарамыз. Енді есіктің төбесіне шамалап тігеміз. Жібімізді қаттырақ тартамыз. Және мына жерден шығарамыз. Есікке жақындатып. Осылайша тартамыз жіпті. Астыңғы жағынан өткіземіз. Осылайша жіпті тартамыз. Енді шетінен шығарамыз. Осылайша мына тігілген жіптің оң жағынан жіпті өткізбесек жабылмай қалады шеті. Мінекей, осылайша жіпті тартамыз. Енді мына шетінен шығарамыз.
екінші шетіне саламыз жібімізді. Енді жіпті ортасынан шығарамыз. Екінші шетінің, екі жіптің ортасына саламыз. Осылайша. Енді шеттен шығарамыз. Төбесіне саламыз. Мінекей осылай тереземіз тоқылды. Ар жағынан жіпті тығып қоямыз. Артық жіпті қырып тастаймыз. Мінекей осылай шығады. Енді астынан сынағанда 8-ші петлямызды тауып аламыз. Артынан санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне, мен 8-ші петлям. Үйді теріс айналдырамыз осылай. 8-ші петля. Міне осы 8-ші петляның. Тоқтай тұрыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8-ші петляның. 8-ші петля. Осының үстінде міне мынандай тесік болады. Осы тесіктен ілмекті салып, астыңғы тесіктен шығарамыз. Ақ жібімізді аламыз. Ілмекке ілеміз. Осы екі тесіктен шығарамыз. Мінекей осылай. Енді бір воздушный петля тоқимыз. Және де қайтадан осы екі тесікке ілмекті саламыз. Жіпті іліп шығарамыз. Міне ілмекте екі жіп болады. Екі петля. Осы екі петлядан жіпті іліп алып шығарамыз. Осылайша столбик без накида тоқимыз. Енді 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Және де қайтадан осы столбик без накидаға, осы петляға ілмегімізді саламыз. Ар жағынан шығарамыз. Осылайша жіпті солға жібереміз. Ілмекке ілеміз, тартып шығарамыз. Және де мына ілмекте тұрған петлядан тартып шығарамыз. Өйстіп соединительный столбик жасап жібереміз сразу. Енді келесі петляға мінекей осы рядтағы столбик без накида тоқимыз. Мына шетіндегі жіпті сразу осылай ортасына салып тығып қойсақ болады. Міне келесі петля. Мұнда тұрған екі тесікке ілмегімізді саламыз. Жіпті тартып шығарамыз. Столбик без накида тоқимыз осылай. Біреу. Енді келесі петляға тағы ілмекті саламыз. Жіпті тартып шығарамыз. Столбик без накида тоқимыз. Екеу. Үшеу. Енді 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Осы столбик без накидаға крючокты саламыз. Мінекей жіпті солға жібереміз. Ілмекке іліп тартып алып шығамыз. Крючокта тұрған жіптен петлядан жіпті тартып шығарамыз. Соединительный столбик жасаймыз. Осы мынау шишечка пико деп аталады. Пико деген узор.
Енді тағы келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Біреу, келесіне тағы біреу, екеу, енді үшіншісін келесі петляға үшеу, мінекей. Енді 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Осы петляға крючок саламыз, тартып шығарамыз, соединительный столбик жасаймыз. Осылайша пико пайда болады. Келесі петляға тағы столбик без накида. Біреу, екеу, үшеу. 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Осы петляға крючок салып, соединительный столбик тоқимыз. Мінекей. Енді осындай болып шығады. Бұл крышадан түсіп жатқан қар секілді болып тұрады. Осындай әдемі болып. Енді екі детальді бір-біріне жалғаймыз. Міне екіншісін тура осылай қойып қоямыз бірге. Енді жібімізді, крючогымызды, міне мына тоқыдық. Мына жерде столбик без накида соңында. Осы тоқылған тесікке саламыз. Және де мына екінші домикте де дәл сол петляға саламыз. Артынан жіпті тартып алып шығамыз. И екі петлядан жіпті өткіземіз. Осылай столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға саламыз жіпті. Мінекей. Мынау тұрған келесі петля. Ар жағына да саламыз. Жіпті тартып шығарамыз. Бірге тоқимыз. Столбик без накида. Келесі петляға саламыз жіпті. Осыдан кейінгі міне мынау. Тартып шығарамыз. Столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға саламыз. Жіпті тартып шығарамыз. Келесі петля. Мына петля. Мына жіптерді, қалған жіптерді ішіне салып қоямыз. Осылайша тығып қоямыз. Енді келесі петляға жіпті саламыз. Осылайша ең үстіңгі петлясына міне мынау жіпті салып, осылайша тоқимыз. Келесі петляға саламыз жіпті. Осылай. Осылайша барлығын шетін осылай тоқып шығамыз. Мына жіптердің бәрін ішіне тығып жібереміз осылай. Соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып болдым. Домигімді мына шетін тоқыған кезде қырларын мына шетіне екі петлядан тоқыдым. Екі столбик без накидамын. Міне бір, екеу, бір петляда тұр. Және мына жағынан да дәл солай екі петлядан тоқып шықтым. Енді жіпті қырқамыз. Жіпті біз сразу көбірек қып ұзартып аламыз. Өйткені мына жағынан ілмегін тоқуымыз керек воздушный петлядан. Көбірек жіп қалдырамын.
осылай жететін шығар. Мінекей. Осылай шығарамыз. Және осылайша өткіземіз. Шеткі петлядан өткіземіз. Шеткі петляның арасынан осылайша өткізіп шығамыз. Білдей. Өбесіндей. Енді өткізіп болдым мен. Енді воздушный петлялар тоқимын. Артынан слайнан мына жерге жіпті саламыз мына петляға. Бер жағынан көрініп қалмайтындай. Осылай тартып алып шығамыз. Тартып алып шықтық. Енді воздушный петлялар тоқимыз. Керекті биіктікте, ұзындықта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 воздушный петля тоқыдым мен. Маған жеткілікті осы. Мінекей. Осылай қоям. Жіпті. Және мына бір жерге қайтадан крючок саламыз. Осылайша. И шетін тартып шығарамыз. Мінекей осылай. Тырақ тартамыз. Міне, осындай болып шығады. Ар жағынан жіпті қырқып тастаймыз. Қырқып тастадым. Енді қалған жіпті осылай бекітіп қоюымыз керек. Шығып кетпейтіндей. Мұндағы петлялардан өткіземіз. Өткіздім. Тағы да бір рет. Осылайша өткізем. Кетпейтіндей тартып көреміз. Бекітілді. Енді қалғанын екі домиктің арасына тығып тастаймыз. Арты осындай болады. Ал алдыңғы жақ осындай. Артық жіпті қырқып тастаймыз. Сосын үтікпен басып жібереміз бетіне. Мынау нелер түсіп тұру үшін. Қар. Сосын мына екі бөлікті бір-біріне жалғап тоқымай тұрып, мына төбесіне снежинкалар тігуге де болатын еді. Мен оны ұмытып кетіппін. Мен оны қазір тігем. Мен пианичный домигімді тоқып болдым. Төбесіне вышивка жасадым. Осындай қар сияқты алып, снежинкалар сияқты.
Егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болып жатса, төменге комментарийге жазыңыздар. Мен барынша жауап беруге тырысамын. Сіздермен бірге болған Ақсәуле, сау болыңыздар.